Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз аудан бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп. АЕ мен ДЕ кесінділері АБСД параллелограммның биссектрисалары. Және Е ВС қабырғасына, ал F АД қабырғасына тиісті нүктелер. ЕФ перпендикуляр АД екені белгілі. Егер АВ 5 см, ЕФ 2 см болса табыңыз дейді. Ол үшін бірінші параллелограммның суретін салып аламыз. А, Б, С, Д. Параллелограммның суретін салдық. Е ВС қабырғасына тиісті. F АД қабырғасына тиісті. Және ЕФ АД-ға перпендикуляр. Мына жер бізде 90 градус. АЕ дегеніміз АЕ мен ДЕ биссектрисалары дейді, мінекей. АЕ және ДЕ. Биссектриса, яғни мына жердегі бұрышты екіге бөліп тұр. АБ 5 см, ЕФ 2 см. Параллелограммның АД қабырғасын табыңыз. Мына жерді табуымыз керек. Және АБСД параллелограммның ауданын табуымыз керек. Егер АБ 5-ке тең болса, онда ДСД 5-ке тең. Содан кейін АЕ мен ЕДі, мына жер перпендикуляр, 90 градус, мына екеуі тең, мына екі бұрыш тең. Бірінші АД-ны табуымыз керек. Мына жерден байқап отырсаңыздар, мына бұрыш пен мына жердегі бұрыш ішкі айқыш бұрыштар болады, олар тең болады. Ал мына екеуі теңді, себебі АЕ биссектрисасы өтіп жатыр. Демек, ВАЕ үшбұрышы тең бүйірлі болып тұр. ВЕ 5-ке тең. Мына жерді қарайық. Мына жер мен мына бұрыш тең. Олай болса, мына жерде екеуі тең болып тұр. Есі тең 5-ке. Сонда АД дегеніміз ол ВЕ мен Есінің қосындысы, яғни 10-ға тең. АД 10-ға тең. Бұл Асы. Келесі Бсы. АБСД параллелограммның ауданын табыңыз. Параллелограммның ауданын табу үшін біз мынадай формуланы қолданамыз. 2-ден 1. С тең болады А көбейту Б көбейту синус альфа. Немесе, мына жерге бізге екі қабырғасы белгілі, арасындағы бұрыш керек болады. Мына ЕФ бекер беріліп тұрған жоқ қой. ЕФ 2-ке тең. Олай болса, мына жердегі биіктік арқылы табамыз. Сонда мына формулаға келеді, біз биіктік арқылы табатын болсақ. Биіктігі 2-ге тең, А дегеніміз АД-ның мәнін аламыз. С тең болады 10 көбейту 2 тең болады 20. Сонда жауабы 10 см және 20 см квадрат. Келесі екінші есеп. АБС үшбұрышында, АБС үшбұрышын сызамын. АБС үшбұрышында АБ 9, Асы 12, С бұрышы 50 градус, В бұрышы 100 градус. Егер ішкі бұрыштардың қосындысы 180 болса, онда А бұрышы 30 градус. АБС үшбұрышының ауданын табыңыз. Бұлай табуға болады. С тең болады 2-ден 1 көбейту А көбейту Б көбейту синус альфа. Синус альфа екі қабырғаның арасында жатқан бұрыш. С тең болады 2-ден 1 көбейту 9, 12 көбейту синус 30 градус. Ары қарай 2-ден 1 көбейту 9 көбейту 12 синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. 4, мұнда 3, 27. Сонда жауабы 27 см квадрат.
Егер сантиметрмен берілсе сантиметр квадрат, метрмен берілсе метр квадрат деп жазамыз. Бірақ мына жерде өлшем бірлігі берілмеген. Так, үшінші есеп. Төмендегі суретте берілген ABCD тең бүйірлі трапециясының периметрі 64 сантиметр. Ал бұрыш D 60 градус. Тең бүйірлі трапеция болғандықтан, мына жер бізде А бұрышы да 60 градус. Егер DC-ның MP-ға қатынасы 1-дің 3-ке қатынасындай болса, ABCD трапециясының ауданын табыңыз. Трапецияның ауданын мұнаға бірінші есепте қарадық та, қалай табу керектігін. AB қосу 2 бөлу С дегеніміз, ол орта сызығы. Яғни MP. MP бізде орта сызығы. Так, енді бізге периметрі беріліп тұр, тең бүйірлі. Жалпы периметрі ол 2 көбейту CD, себебі CD мен VA тең, қосу DA қосу SV-ға. Осының барлығы бізде 64-ке тең. Так, мынау бізде 60 градус, мынау 60 градус болса, так, 60-қа 60 қостым 120, барлығы бізде 360 градус, 360 градустан 120 градусты алып тастасақ, так, 240 градус, да? 240 градус, демек, мына жер бізде 120 градус, мына жерде 120 градус. Сосын CD-мен, немесе DC-мен MP-ның қатынасы беріліп тұр. DC-ның MP-ға қатынасы тең болады 1-дің 3-ке қатынасындай. Мына жерден мен DC немесе SA екеуінің мәні бірдей. 3 еселенген DC тең болады MP-ға. Так, сосын ал аудан дегеніміз мына MP-ның ұзындығын биіктікке көбейту. Мына жерден биіктік түсіретін болсақ, соған көбейту. Мына жер 90 градус, мына жер 60 болса, мына жер 30 градус болады. Так, бұл енді қалай қараймыз ары қарай. Қазір. Так, оқушылар, бұлай қиындатудың қажеті жоқ екен. Қазір мына жерден, мынаның бәрін қазір алып тастаймын. Мына жерден 2 CD немесе DC, DC қосу DA қосу SV тең 64 бұл. Барлығын 2-ке бөліп жіберемін. DC қосу DA қосу SV бөлу 2 тең 32. DA қосу SV бөлу 2 дегенім ол L-ға тең. L бізде ол MP. Сонда DC қосу MP тең болады 32-ге. Ал DC мен MP-ның қатынасы яғни бұлай 3 қосу, x қосу 3x тең 32. Осы жерде 4x тең 32, x тең 8. Бұл 8 дегеніміз DC 8-ге тең, ал MP 24-ке тең. MP бізге белгілі. Ол L ғой. L тең болады 24. Енді бізге керек H. Мінеки, мына жерден тағы биіктік түсіретін болсам, мынау менде SV. Так, SV белгісіз, бірақ бізде DC бар, да? DC 8-ге тең. Мына жер 30 градус. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Немесе бірден H-ты табу үшін, так, іргелес жатқан катет. Іргелес жатқан катет ол косинус. Косинус 30 градус тең болады. Іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. H-тың 8-ге қатынасы. Сонда H тең болады 8 көбейту түбірасты 3 бөлу 2. Тең болады 4 түбірасты 3. Сонда аудан S тең болады 24 көбейту 4 түбірасты 3. 24-ті 4-ке көбейтеміз. 24
6 бір ойда 8, 9, 96. 96 түбірасты 3. Жауабы 96 түбірасты 3 сантиметр квадрат. Мына 30 градус қайдан шықты десеңіздер, мына жер менде 90, мынау бізде 60 градус, демек мына жер 30 градус деген сөз. 30 градус, сосын 30 градусқа іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Ыдысы бізде 8-ге тең болды. Косинус 30 градус, косинус 30 градуста түбірасты 3 бөлінген 2. Мынау бізге тіпті қажеті де жоқ.